пистолетті жинау процесін бастаймыз. Бұл жерде де мына астыңғы несі вращающий болып келеді. Бұны да екі крючкпен ұстап тарту керек обязательно. Удочканың бір басы пистолетке кетеді. И саплы саны тартамыз. Келесі мында аппаратқа жинаймыз. Аппаратқа жинардан бұрын бірінші мына астыңғы нижний часть. Одан кейін пистолетті бұраймыз. Аппаратты қосардың алдында обязательно бірінші очередь майын құю керек мында мына жерге. Майын құйған болғаннан кейін аппаратты қосатын кезде кран обраткасын тексеру керек. Ашық тұрады и қосамыз. Давление көтеретін датчик давлениясы. Мұнда да бітелген жағдайда кран обратка артқа бұралады. Мына басы вертикальный, горизонтальный болып бұралады. Жұмысты жасап біткеннен кейін аппаратты өшіре салмайсыздар. Кран обратканы обязательно ашасыздар. Кран обратканы ашқаннан кейін мына асықты көтересіздер. И ол өзі ішіндегі жидкостың бәрін шығарады. Болғаннан кейін екінші несі жуу процесі басталады. Ол тоже жаңағындай қосасыздар, кран обратка ашық тұрады, қосасыздар. Обраткадан шыққанша қосасыздар. Кран обратка жауып, пистолеттің басындағы саплоны промывочныйға қоясыздар да басасыздар. Мынадан таза су шыққанша пистолетке. Таза су шыққаннан кейін барып қайтадан кран обратканы ашып, именно ол өзі ішіндегі суын шығарады.